Армысыздар, құрметті тыңдармандарым. Каналыма тіркеліп, қолдап отырыңыздар. Алдын ала рахмет. Солтүстік өңірдің ызғарлы желі бала кезімнен таныс. Мұнда қыс 6 айға созылып, қарлы боран терезені қаққанда, үйдің ішіндегі жылылық қана жанды сақтап қалатын. Біздің отбасы қазақ болғанымен, қазақылыққа аса жақын емес едік. Анам жартылай орыс, жартылай қазақ. Әкем нағыз қазақ. Бірақ тағдырдың айдауымен бізді орысша тәрбиеледі. Үйде көбіне орысша сөйлесетінбіз. Қазақ тілін әкемнің арқасында ғана білдік. Ол бізге қазақ мектебіне баруды талап етті. Бәлкім, сол үшін оған өмір бойы алғыс айтармын. Егер сол шешімі болмаса, мен де айналамдағы көп достарым сияқты қазақша дұрыс білмей өсуім мүмкін еді. Мектепті бітіргенде менің қайда баратынымды әкем әлде қашан шешіп қойған екен. Алматы. Бұл қала маған ертегідей көрінді. Солтүстіктің суығынан кейін Алматының жылы самалы, таулары, алқызыл шие гүлдері бәрі таңсық еді. Бірақ ең бастысы, мен мұнда өз бетімше өмір сүріп үйренуім керек болды. Жатақхана студенттік өмірдің символы. Бірде аш, бірде тоқ жүрдік. Картоп пен макарон біздің негізгі тамағымыз еді. Кейде стипендия кешігіп, құрбыларымызбен соңғы тиын тебенімізді жинап, бір қап ұн сатып алатынбыз. Сол ұннан жайма жасап, сорпаға қоса салатынбыз. Сорпа демекші, оңтүстіктің қыздарымен жатып, олардың аналары үнемі соғым сойды деп көп ет беріп жібереді. Ал менің анам үнемі банка басқан салат қана жіберетін. Ол кезде бұл қиындық сияқты көрінетін, ал қазір сол күндерді сағынышпен еске аламын. Кейде жалғыздық сезімі мазалайтын. Туған жерден жырақта, таныс емес қалада, мүлде басқа өмір салтына бейімделу оңай болған жоқ. Бірақ уақыт өте келе, Алматы менің екінші үйіме айналды. Достар таптым, өмірдің жаңа қырларын аштым. Анамның бойында орыс қаны араласқандықтан болар. Біздің үйде ет тағамы сирек дайындалатын. Анамның етті жеме, жесең қартайып кетесің деген өз ұстанымы бар. Сондықтан ас үйімізде тауық еті мен көкөністер жиі кездеседі. Біз үшін сорпа десе борщ, ет десе тауық. Мүмкін сондықтан да етті көп аңсамаймын. Студенттік өмір өз қызығымен өтіп жатқан. Бір күні жатақханада бас қосып, шай ішіп отырғанбыз. Сол кеште Аянмен таныстым. Оңтүстіктің аптап ыстығы жүзінен көрініп тұрғандай. Қара торы, қою қасты, жарқын жігіт екен. Келген бетте-ақ қыздардың ортасын ду күлкіге көмкеріп, әзілмен бәрін аузына қаратты. Мен ондай арзан қалжыңға елтіп күлетіндердің қатарынан емеспін. Аян бұны тез байқады. Басқалар күлкіден ерні кезергенше менің жүзіме салқындықпен қарағанымды аңғарған болар. Көзімен мені іздей бастады. Ақыры үзіліс тапқан сәтте жаныма жақындап. «Есімің кім?» деді, жүзіне таңдау мен қызығушылық қатар ұялаған кейіппен. «Ая», дедім қысқа ғана. Ол сәл кідіріп, «Өте әдемі есім», деді күліп. Мен үндемедім. Ол тағы бірдеңе айтқысы келіп тұрғандай, бірақ менің суық қабағым тежеп тұрғанын
сезді де жымиып қойды. Сол кештен бастап мені жіпсіз байлаған көз қарастың астында жүретінімді білмеппін. Кейінгі күндері Аянды жиі ұштастыратын болдым. Ол жатақхананың ең көңілді, бәрімен тез тіл табыса кететін жігіт еді. Мен болсам, оны байқамаған сыңай танытып, өз тірлігіммен жүрдім. Бірақ оның назарынан тыс қалу мүмкін емес еді. Кезекті бір кеште ас үйде шай қайнатып тұрғанымда, ол қасымнан өте бере кілт тоқтады. «Сен мүлде ет жемейсің бе?» деді кенет. «Жеймін, бірақ сирек», дедім иығымды қиқаң еткізіп. «Етсіз қалай өмір сүресің?» деді ол таңдансын жасыра алмай. «Қиын емес, біздің үйде ет аса қатты дастархан сәні емес», дедім жай ғана. «Қызық екен, мен етсіз тамақ ішсем аш қалғандай боламын», деді күліп. «Сендер не жейсіңдер сонда?» «Тауық, балық, көкөніс, кейде борщ жасаймыз», дедім. Аян басын шайқап жымиып қойды. «Сенің борщ ішіп отырғаныңды елестету қиын екен», деді. «Неге?» «Білмеймін, біртүрлі. Сен мен елестеткен қазақ қыздарына ұқсамайсың». Бұл сөзден біртүрлі күй кештім. «Жақсы ма, жаман ба?» Ол иығын көтерді. «Әзірге білмеймін, бірақ менің саған деген қызығушылығым күннен күнге артып барады», деді ол әзілдеп. Бірақ көзі мүлде салмақты еді. Мен үндемедім. Бәлкім, сол сәттен бастап менің де ішімде бір өзгеріс басталған шығар. Аян маған сезімін ұзақ уақыт бойы ізімнен қалмай жүріп, менің жоқ деген жауабыма қарамай, 1 жыл бойы махаббатын дәлелдеуден танбады. Басқалар болса, 1-2 рет жауапсыз сезімге тап болса, ізін суытып кететін. Ал Аян, ол өзгеше еді. Жатақханада қыздар әртүрлі сөздер айтып жүрді. Кейбірі әзілдеп, кейбірі шынымен қызығып. «Аян, сендей жігітім болса, әлде қашан жүріп кетер едім», дейтін. «Аяны қайтесің?» деп менің төзімімді сынағандай. Тік айтатындар да табылатын. Мен ондайда ләм-лим демей, жай ғана жым-жырт күйде қасынан өте шығатынмын. Негізгі толық аты жөнім Аяулым, әкем қойған есімімді. Бірақ үйде менен кейінгі сіңілдерімнің есімі Даша, Диана болған соң, мен өз атымды ықшамдап Ая деп атауды жөн көрдім. Бір жағы, жатақханадағылар да солай деп атауға үйреніп кеткен еді. Аяннан басқа да жігіттер сезім білдіріп көрді. Бірақ менің жоқ деген сөзімді ести сала, көбі қарасын батыратын. Ал мен Аянды да сондайлардың бірі деп ойладым. Бірақ ол олай болмады. Оның көз қарасында, әрекеттерінде бір жасандылық жоқ еді. Жыл бойы сынап, оның шын адалдығына көз жеткізіп, біз сол күні қыз жігіт болып араласа бастадық. Аян екеуміз оқуды бітіргенше қол ұстасқан ғашықтар болдық. Біздің махаббатымыз жатақханада аңыз болып айтылып жүретін. Бәрі бізге қызыға да, қызғана да қарайтын. Диплом алған күн екеуміз үшін өміріміздің жаңа кезеңі сияқты еді. Аян маған үйленуге ұсыныс жасағанда, қуанышым қойныма сыймай бірден келістім. Бұл сәтті қанша жыл армандадық десеңші. Тойымызды белгілеп, әке-шешемізге айттық. Ол кезде қазіргідей үлкендердің арнайы кездесіп, кеңес құру дәстүрі жоқ еді. Әке-шешеміздің келісімі телефон арқылы ғана болды. Аянның қарапайым,
Samsung телефоны сол кездегі жалғыз байланыс құралы еді. Сол арқылы менің анам мен Аянның анасы сөйлесіп, келісімдерін берді. Менің анам өзімен бірге шағын ғана топ алып келіп, тойханада мені ұзатып бермек болды. Өйткені әкем солай шешкен. Оның әр сөзінің біз үшін заң екенін білетінмін. Біз болсақ, болашаққа деген үмітпен, махаббатымызға сеніп, ештеңе алаңдамадық. Алда бізді не күтіп тұрғанын білмедік. Той күні болды. Екі жақта қызу дайындық үстінде. Менің жанымда құрбыларым, анам, туыстарым жүгіріп жүр. Қуаныш пен қобалжу қатар жүрді. Ара-тұра Аянмен сөйлесіп тұрдым. Жаным, сәл қалды саған жетуге. Сені қатты сүйемін, деді ол соңғы рет. Мен бұл сөздердің шынында да бұл сөздердің соңы боларын білсемші. Кеш бойы макияжбен әлек болып тойханаға келдім. Ақ көйлекпен өзімді шын бақытты сезіндім. Бәрі тамаша болу керек еді. Кешкі сағат 7-де Аян жетуі тиіс еді. Бірақ хабар болмады. Олар көлікпен шығатынын алдын ала айтқан. Жол ұзақ, көлік бұзылған шығар деп ойладық. Сағат 9 болды. Әлі ешкім жоқ. Қонақтар уайымдап бір-біріне қарап қояды. Қайда? Не болды? Деген сұрақтар жауып кетті. Сағат 11-де менің туыстарым біртіндеп үйлеріне тарай бастады. Дастархан сол күйі жайылып тұр. Мен көзімді телефоннан алмадым. Аянға қанша рет қоңырау шалғаным есімде жоқ. Абонент байланыс аясынан тыс жерде. Телефон өшірулі. Түнгі 12, 1, 2, ешкім келмеді. Құрбыларым жанымда отырып жұбатпақ болды, бірақ мен олардың сөздерін естімедім. Бүкіл әлем қаңырап бос қалғандай көрінді. Тойхана иесі бізге түсіністік танытып, күткенімізге ештеңе демеді. Бірақ сол түні менің тойым болмады. Ақ көйлекте, макияжым көз жасымен ағып, ортада отырып қалғанымды есіме алсам, жүрегім қайтадан ауыр тартады. Бәрі аяқ астынан күлкілі түске айналғандай болды. Қолымдағы сақинаға қарадым да түсіріп алдым. Жерге тиіп, шиқ еткен дыбысы ғана естілді. Менің махаббатым, менің үмітім, менің тойым, бәрі сол түні жоқ болды. Сол бір түннен кейін өмірім күту мен үмітке айналды. Аянды қанша жыл күттім. Күтпеген күн болмады. Телефон нөмірімді де өзгерткен жоқпын. Сол бір күні қоңырау шалып, бәрін түсіндірер деген сезіммен 4 жыл жүрдім. Бірақ сол қоңырау ешқашан келген жоқ. Күтуден шаршаған сәттерде өзімді жұмысқа арнадым. Тек күндерімді емес, бүкіл өмірімді жұмысқа байлап, өткенді ұмытуға тырыстым. Бірақ жүрек өткенді оңайлықпен өшіре салмайды екен. Әкем де, шешем де уайымдай бастады. Қызым, жасың болса өтіп барады. Бір жанның етегін ұстап, бақытты өмір сүруге лайықсың, дейтін. Олардың сөздері ақылға қонымды еді. Жанымда үнемі жүретін әріптесім бар еді. Ізімнен қалмай, менің жүрегіме жол тапқысы келетінін көрсетіп ақ жүрді. Ақыры, көп ұзамай сол жігітке тұрмысқа шығуға келісімімді бердім. Оған Аянға болғандай алаулаған махаббатым болмады. Бірақ сыйладым, құрметтедім, шын жүрекпен өмірлік серігім деп қабылдадым. Уақыт өте келе оның мейірімі, қамқорлығы мені еріксіз баурап алды. Екеуміз бақытты отбасы болдық. 2 баламыз
дүниеге келді. Мен енді ғана күйеуіме ғашық бола бастаған едім. Оның әр сөзі, әр қарағаны жаныма жақын бола бастаған сәт еді. Бірақ тағдыр мені тағы да сынады. Күйеуім жол апатынан қайтыс болды. Өмірім қайтадан астан кестең болды. Жүрегім екінші рет сүйген адамымнан айырды. Кейде тағдырға сұрақ қоямын. Неге? Не үшін? Бірақ жауап жоқ. Тек үнсіздік, тек ішімде орны толмас бос кеңістік қана қалды. Жесір атанған мен екі қызым үшін өмір сүруге бел будым. Өмірімде енді ешбір ер адамға жүрегімді ашпаймын деп өзіме серт бердім. Махаббат мен үшін енді жабық тақырып болды. Анам болса үнемі, қызым, екі балаңды маған бер. Өзің біреумен бас қосып, бақытты бол деп айтып жүрді. Бірақ мен ешкімнің сөзін тыңдамадым. Бар уақытым мен күшімді қыздарыма, жұмысыма арнадым. Осылай жүріп, жылдардың қалай сырғып өткенін байқамайда қалдым. Екі қызым да бойжетіп, өз мамандықтары бойынша оқуға түсті. Мен болсам, жалғыз басты ана ретінде жұмысымды жалғастыра бердім. Жұмыс, үй, балаларым, өмірімнің жалғыз мәні осы болды. Бірақ тағдыр тағы да өз ойынын жүргізді. Бір күні әріптесімнің тойына шақырылдым. Көптен бері мұндай отырыстарға бармағандықтан біраз ойландым. Бірақ әріптестерімнің көңілін қимадым. Той басталып, қонақтармен амандасып жүріп, кенет оны көрдім. Аян. Жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Ондаған жылдар өтсе де, оны бірден таныдым. Сол баяғы таныс жанар. Бірақ көз қарасы өзгерген, тым ауыр, тым мұңды. Ол да мені көрді. Үнсіз қарап қалды. Көздеріміз түйіскен сәтте, жылдар бойы басталған жара қайта ашылғандай болды. Бірнеше секундқа ғана созылған сол сәт менің бүкіл өткенімді қайта алдыма жайып салды. Менен жауап күтпестен ол жай ғана сыбырлағандай: кешір. Бір кезде мен естуді аңсаған сол бір ауыз сөз енді маған керек емес еді. Бірақ жүрегім басқаша соғып тұрды. Сол кештен кейін Аян баяғыдай ізімнен қалмай, үнсіз ғана мені үйге дейін жеткізіп салды. Көліктің ішіндегі тыныштық жанымды одан сайын мазалай түсті. Оның үнсіздігіне менің жүрегімдегі мың сұрақтың жауапсыз жатқаны қосылып, тынысым тарылып бара жатты. Көліктен түскенде барып, мен оның бір аяғы жоқ екенін байқадым. Балдаққа сүйеніп, баяу қозғалады екен. Көзіме еріксіз жас келді. Бірақ өзімді тез жинап алдым. Есік алдына келгенде шыдай алмадым. Дәл қазір үйге кір. Менің неше жылғы сұрақтарым бар. Жауабын естуім керек, деп оған тік қарадым. Аян аз кем кідірді. Сосын үнсіз басын изеді де ешқандай қарсылықсыз менің соңымнан ерді. Үйге кірген соң өзімді сабырға шақырып, ас үйге өтіп шай қойдым. Дастархан жайып, екеуміз қарсы отырдық. Мен қолымдағы шынаяқты қысып ұстап, сөз бастауға батылым жетпей отырдым. Бірақ бұл үнсіздікті соза беруге болмайтын еді. Неге? Дедім ақырын. Аян демін ішіне тартып, көзін төмен салды. Мен сені ең соңғы сәтке дейін күткен едім, Аян. Бір рет қоңырау шалуыңа, бір ауыз түсіндіріп айтуыңа болар еді ғой. Сонда мен сені күнде күтпес едім. Сен маған 4 жыл өмірімді жоғалттырдың.
Даусым дірілдеп, ішімдегі ашу мен өкініш қабаттаса сыртқа шықты. Аян үнсіз отырып, сосын жай ғана күрсінді. Ол түні мен келе жаттым. Көлік аударылып кетті. Менің бір аяғым сол апатта қалды. Ол да ештеңе емес. Әке-шешемнен де сол апаттан айырылдым, деп көзіне жас келді. Бүкіл әлем тағы да үнсіздікке тұншығып, жүрегім шым ете қалды. Аян сол бір апаттан кейін өзін тастап жібергенін айтты. Өмірден түңіліп, біраз уақыт ішімдікке салынған күндері де көп болыпты. Бірақ бауырлары үшін өзін қайта жинап, тірі қалуға тырысқан екен. Ол осы жасқа дейін бауырларын зейнет ақысымен асырап келген. Ешқашан үйленбедім, деді ол баяу дауыспен. Бұл сөз жүрегімді шым еткізді. Мен үнсіз отырып, өзімнің қаншалықты жалғыздықтан шаршағанымды, жүрегімнің әлі де Аянды күткенін сол сәтте толық сезіндім. Сосын өзімді батылдыққа шақырып, Аян, мен сені ешқашан ұмытпадым. Екеумізді тағдыр қайтадан жолықтырды. Менің жанымда қалшы. Қанша ғұмырымыз бар дейсің, дедім даусым дірілдеп. Аян менің бұл сөзіме алғашында аңтарылып қарады. Сосын жанымда отырып, қолымда ақырын ұстап, қанша жыл қинағаным үшін кешірші. Мендей жарымжан еркекті қабылдай алмайды деп қасыңа жолай алмадым. Бірақ сені ешқашан ұмытқан емеспін, деді. Ол мені құшақтап, маңдайымнан сүйді. Мен өзімді қайтадан бақытты сезіндім. Осылайша біз қанша жылдан кейін қайта қосылдық. Бұл жаңалықты қыздарыма айтқанда, олар бәрінен бұрын қатты қуанды. Аян қыздарымды өз баласындай көрді. Әкесінің орнын жоқтатпай нағыз әке болды. Екі қызымды да ұзатып, әр қайсын өз шаңырағына қондырдық. Аянның бауырлары да өте тәрбиелі, бауырмал жандар екен. Қазір біз шын бақытты отбасымыз. Қанша сынақтардан өтсек те бір-бірімізді жоғалтпай, тағдырдың сыйына айналған ғұмырымызды бірге сүріп келеміз. Осы бір бақытқа жету үшін шыдамдылықпен күткен екенмін, деп кейде ойлап қоямын.